Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Кіріп келген Рамазан айы құтты болсын. Бүгін сіздерге ауызашарға осындай керемет дәмді тағам түрікше кебаб рецептін ұсынамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ал достар, бисмилля деп бастап, ыдысқа тауық етінен тартылған етті саламыз. Одан кейін өте майдалап туралған пияздың суын видеода көрсетілгендей бөлек ыдысқа сығып алуымыз керек. Мен пиязды блендер арқылы ұсақтадым. Пышақпен турауға да болады, бірақ өте майда етіп тураңыздар. Сонымен қатар өте ұсақтап туралған қызыл тәтті бұрыштың да суын жаңағыдай сығып алып, оны да етке қосамыз. Етке түрікше дәм беру үшін оған ұсақталған сарымсақ пен ақ желкен, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш және 1 ас қасық паприка қосып, барлығын жақсылап 1 келкі болғанға дейін араластырамыз. Ал енді қолымызды сулап, фарштан кішкене бөліп алып, видеода көрсетілгендей оны домалатып, қатты үлкен емес, орташа ғана етіп кебаб жасаймыз. Дайын болған котлеттерді міндетті түрде майланған пергамент қағазына қоямыз. Ал енді бұларды 1-2 сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Уақыт өткесін қызып тұрған табаға сұйық майдан құйып, котлеттерімізді салып, орташа отта әр жағын қызартып пісіріп аламыз. Мен әр жағын шамамен 12-15 минуттай пісірдім. Бұл котлеттерді қатты отта пісіруге болмайды достар. Олар өте жұмсақ және нәзік болғасын, қатты отта пісіретін болсаңыздар, табаға жабысып қалуы мүмкін. Осымен тауық етінен жасалатын түрікше кебаб дайын достар. Оны осы күйінде қасына күріш, пюре, қарақұмық немесе басқа да гарнир қосып жесеңіздер болады, немесе мен секілді донер жасап көріңіздер. Ол үшін дайын лавашқа 1-2 қасық қаймақ жағып, одан кейін қызанақ пен пияз қосылған салат саламыз. Артынша кебабты салып, оның үстінен соус құямыз. Мен терияки соусын қолдандым. Соңында лавашты ораймыз. Осымен өте дәмді донер дайын. Достар, сіздерге бұл рецепт пайдалы болды деп сенемін. Менің каналыма қолдауларыңызды көрсетіп, видеоға лайк басып, арнаға тіркелулеріңізді сұраймын. Рецепті қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.